Құран бұл жай кітап емес, ол Алланың сөзі, адамдарға жіберілген ең үлкен рухани нұсқаулық. Сондықтан мұсылмандар үшін Құранның мәні тек қағазда немесе кітапта емес, оның сөзінде, ойында және жүректегі әсерінде. Ислам сенімінде Құранның жанбайтынының себебі Алла оны сақтаған. Бұл жай сөз емес. Құран өзінің түпнұсқалық күйінде еш өзгеріссіз, әр дәуірде, әр адамға жету үшін Алла тарапынан қорғалған. Аятта айтылғандай: шын мәнінде біз Құранды сақтайтынбыз. Хижр сүресі 9 аят. Бұл дегеніміз, Құранды физикалық тұрғыда өртесеңіз де, оның рухани күші, құндылығы, адамға беретін нұры ешқашан жойылмайды. Құран тек қағаз бетіндегі мәтін емес, ол жүректегі нұр, жүректегі шам. Сондықтан мұсылмандар оны құрметпен ұстайды, ласатпайды, жоғалтпайды. Сонымен қатар, бұл қорғаныш тек физикалық емес, рухани қорғаныс. Яғни, Құран оқылған кезде жүрекке әсер етеді, адамға бағыт береді, дұрыс жолға жетелейді, және оны ешқандай күш жойып жіберуге мүмкіндік жоқ. Қорыта айтсақ: бірінші, Құран Алланың сөзі, қасиетті. Екінші, Алла оны өмір бойы сақтап, қорғап тұрады. Үшінші, қағаз өртенсе де, оның мәні жүректен, адам өмірінен жоғалмайды. Төртінші, сондықтан мұсылмандар үшін Құран жанбайды, өйткені оның мәнін тек от емес, Алланың күші сақтайды.